Мамыр және маусым құлпынайдың пісетін уақыты. Оның қаншалықты дәмді екенін өзіңіз де білесіз. Ал басқа артықшылықтары туралы естіп пе едіңіз? Соларға тоқталып өтейік. Құлпынайдың сіз білмейтін 10 түрлі пайдасы. Ең алдымен құлпынайдың құрамында қандай дәрумендер кездесетінін айта өтетін болсақ. Құлпынай 99% судан тұрады. Және де тәтті тартымдылығына қарамастан калориясы төмен. 100 грамм құлпынайда небәрі 35-40 калория бар. Оның үстіне құлпынай 2 типті қант диабетінің дамуына жол бермейді. Бірақ құлпынайдағы дәрумендер, минералдар және биологиялық белсенді заттар өте көп. Құлпынайдың құрамында А, С, В5, П, Е дәрумені, фолий қышқылы, мырш, темір, фосфор, кальций, мыс және тағы да басқа көптеген элементтер кездеседі. Ал енді сіз естімеген құлпынайның 10 түрлі қасиетін айтатын болсақ. Құлпынай есте сақтау қабілетін жақсартады. Жақында жүргізілген зерттеулерге сәйкес, құлпынай мидың қартаю процесін баяулатады. Оның функционалдық өмірін ұзартады. Бұл бізге қартайғанда да мүмкіндігінше ұзақ уақыт бойы есімізді жоғалтпауға мүмкіндік береді. Бір қызығы, құлпынайды күнде жеу қысқа мерзімді есте сақтау қабілетін жақсартатынын да дәлелдейтін зерттеулер бар. Яғни, есте сақтау қабілетінің нашарлауы Альцгеймер ауруының басталуына тосқауыл болады. Құлпынай көру қабілетін де жақсартады. Піскен қызыл құлпынай есте сақтау қабілетіне ғана емес, көру қабілетіне де пайдалы. Көптеген зерттеулер құлпынайды күнделікті тұтыну тордың макулярлы дегенерациясының, катарактының, көздің құрғауының, прогрессивті соқырлықтың және жас қосылған сайын тіндердің өзгеруіне байланысты басқа да проблемалардың дамуына жол бермейтінін растайды. Жидектердің бірегей биохимиялық құрамы көру қабілетінің бұзылуына әкелетін көптеген аурулардың алдын алады. Сонымен қатар бар ауруларды прогрессивті емдеуге ықпал етеді. Сонымен қатар құлпынай антиоксиданттарға бай. Алдымен осы антиоксиданттардың не екенін еске түсірейік. Антиоксиданттар немесе консерванттар белсенді оттегінің дене жасушаларына зиянды әсерін болдырмайтын заттар. Антиоксиданттар денені ерте қартаюдан және ауыр аурулардан қорғайды. Ғалымдар құлпынайда фенолды қосылыстардың, биофлавоноидтардың көп мөлшері бар екенін атап өтті. Олар айқын антиоксиданттық қасиеттерге ие. Құлпынай тұтыну дененің зиянды заттар әсеріне қарсы тұру қабілетін арттыратынын дәлелдеген. Дегенмен, бір маңызды минусын атап өтетін болсақ, барлық құлпынай бірдей пайдалы емес. Жидек түсі неғұрлым қою болса, соғұрлым пайдалы болады. Элак қышқылына да бай. Элак қышқылы жасушалық циклді реттегіш. Көбінесе жеміс, жаңғақ және жидек сығындыларында кездеседі. Зат рак клеткаларының мутациясына тоқтату қабілетінің арқасында танымал болады. Құрамындағы элак қышқылының саны бойынша құлпынай 3-ші орында тұрады. Ол ісік процестерін басу мүмкіндігінен басқа қабынуға қарсы әсерге де ие. Ағзаға пайдалы процестерге оң әсер етеді. Сонымен қатар иммундық жүйені нығайтады. Оны сыртқы әсерден қорғайды. Құлпынай С витаминінің көзі. С витаминінің немесе аскорбин қышқылының негізгі көздері лимон, апельсин және сарымсақ. Сонымен қатар құлпынайда да бұл дәруменнің көзі саналады. Бір уыс құлпынайда бір апельсин құрамынан көбірек С дәрумені бар. Жылы жайда өсірілген құлпынайда емес, ашық күн астында өсірілген құлпынайда ғана болатынын есте ұстаған жөн. Бір қызығы, мұздатылған құлпынай бұл витаминді жаңа піскен құлпынай сияқты сақтай алады екен. Бірақ тосаптар мен джемдерде бұл витаминдерді кездестіре алмайсыз, себебі олар жоғары температурада қайнағандықтан құрамындағы витаминдер жойылып кетеді. Құлпынай қатерлі ісіктің де алдын алады. Бүгінгі күні қатерлі ісік және оның алдын алу әдістерін зерттеу үшін
Жыл сайын жүздеген зерттеулер жүргізіледі. Олардың кейбіреулері белгілі бір тағамдарды үнемі тұтыну қатерлі ісік ауруының даму мүмкіндігін азайтуға көмектесетінін көрсетеді. Бұл тізімге құлпынайды да тіркегені мәлім. С витаминінің, элак қышқылының, антоцианның, кемфоролдың және басқа да пайдалы заттардың жоғары концентрациясына байланысты бұл жидек қатерлі ісіктің кейбір түрлерінің дамуына жол бермейді. Құлпынайдың бұл қасиетін растайтын соңғы зерттеулердің ішінде Огайо университетінің онкологиялық зерттеулері орталығының жұмысы бар. Қандағы қант деңгейін де қалыпқа келтіреді. Құлпынай қант диабетімен ауыратындар жеуге болатын тәтті жидектердің бірі. Фитонутриенттердің жоғары деңгейі арқасында қандағы қант деңгейінің күрт артуына ықпал етпейді. Сонымен қатар қанттың сіңуін баяулатады. Осыған байланысты ол қант диабетінің даму қаупін жоғары адамдарға да ұсынылады. Бұл жидек диабетті алдын алудың тамаша құралы болып табылады деп саналады. Құлпынай жүрекке пайдалы. Бұл қызыл жидектер көптеген жүрек қан тамырлар ауруларының пайда болуы және даму қаупін төмендететінін дәлелденді. Жоғарыда айтқанымыздай құлпынай әртүрлі дәрумендер мен антиоксиданттарға бай, бірақ бұл жағдайда магний мен калий шөгінділерінің піскен жидектерде де болуы әлдеқайда маңызды. Соңғысы қан қысымын қалыпқа келтіруде, сондай-ақ сұйықтықтың тоқырауының алдын алуда маңызды рөл атқарады. Бұл денеде немесе ішкі органдардың пайда болуы мүмкін ісінулерге әкеледі. Сонымен қатар құлпынай аллергиясы бар адамдарға пайдалы. Бір қызығы, бұл жидек бір қарағанда әртүрлі аллергия түрлерінен зардап шегетін адамдарға ұсынылады. Құлпынай аллергиямен байланысты қабынуды және белгілі бір биохимиялық реакцияларды тежейді. Сонымен қатар құлпынай болашақ аналарға да пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, егер әйел жүктілік кезінде құлпынай тұтынса, балада құлпынайға деген аллергияның даму қаупі аз болады. Жалпы құлпынайдың адам ағзасына ешқандай да зияны жоқ, бірақ жеке төзбеушілік немесе бірден көп жеп қойған жағдайда аллергиялық сезімдер пайда болуы мүмкін. Сіздермен бірге болған жүз жаса каналы, келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар. Және де достар, каналыма тіркеліп, осы видеомен достарыңызбен бөлісіп кетулеріңізді сұраймын.